Достар, менің бір арманым орындалды. Астанадан Бурабайға қарай таңертең жолға шығып кеттік. Сіздермен бір лайфхакмен бөлісе қояйын. Машинамен жолға шығатын болсаңыздар, зонтикті ала шығыңыздар. Себебі терезеден түсетін күннен өздеріңізді қорғап отырасыздар. Бұл менің енемнің идеясы. Достар, біз Бурабайға келетін кезде осындай орман сияқты жап-жасыл биік-биік ағаштардың қасынан, ортасынан, яғни өте ерекше әдемі екен. Мен қайта-қайта осылай видеоға түсіріп отырдым ғой. Бурабайға аман-есен келгеннен кейін ол жерде парк бар екен. Балам осындай биік кольцоға мінем дегендіктен баламның қасына мен кірдім. Ал әжесі мен әкесі болса кіргісі келмей бізді сыртта күтіп отырды. Ал билет бағасы 12 жастан бастап үлкендерге 2000 теңге, ал балаларға 1500 теңге. Дала жел болып тұрғандықтан жоғарғы жаққа көтерілген кезде біз отырған кабинка әрі-бері теңселді. Мә, қорқынышты екен мына жерде. Мама, мен қорқып отырмын десем, менің ұлым мен қорықпай жатырмын дейді ғой. Бурабайды жоғарыдан қарағанда дәл осылай көрінеді екен. Талдары болса жап-жасыл, ал көлі болса көк-күмбек, өте әдемі екен. Осы парктан шыққаннан соң біз әрі қарай Оқжетпес пен Жұмбақтасты көруге жолға шықтық. Бұл кезде мен терезеден Оқжетпесті көріп мәз болып жатырмын. Машинаны парковкеге қойып келген кезде алдымыздан осындай киоскалар шықты. Бұл жерде әртүрлі қолөнер бұйымдар сатылады екен. Брелок, сувенир, әртүрлі магнитиктар бар. Ал мен өзіме ұнаған осы магнитикті сатып алдым. Мен Жұмбақтасты бірінші рет көріп, арманым орындалып, мына жерде өте қатты қуанып жатырмын. Өте әдемі, қараңыздаршы. Жағалауда әртүрлі қайықтар бар екен. 30 минуты 10 000 теңге. Баламызға ұнаған үлкен қайыққа міндік. Артымда тұрған Жұмбақтас пен Оқжетпесті қарасаңыздар, өте әдемі. Айтпақшы, менің балам осы қайықты айдап көрді. Әрине жанында осы кісінің көмегімен. Достар, сіздермен бір ойыммен бөлісе кетейін. Алла бізге неше түрлі сұлулықты, әдемілікті, табиғатты беріп қойған. Соны бәріміз тек өз аяғымызбен барып, осылай әдемілеп, рахаттанып көргенге не жетсін, иә. Бурабайдың әсем табиғаты кез келген адамды өзіне баурап алатындай. Айтпақшы, Бурабайда осындай тәуелсіздік тұғыры бар екен. Ол жерде де көрдік. Жалпы айтқанда Бурабайда 4 сағат жүріппіз. Қарай берсең көзің тоймайды, табиғаты өте сұлу. Достар, негізі бұл жерде көп видео түсірдім YouTube форматында. Менің YouTube парақшама кіріп көрсеңіздер болады. YouTubeға сілтеме профилімде тұр. Ал біз әрі қарай Көкшетауға жолға шықтық. Келесі видеом Көкшетау туралы болады. Маған тіркеліп қолдап қойыңыздар. Всем пока.